ішек қарын қосып жасалатын бұқтырма, яғни қуырдақ тағамын жасайтын боламыз. Бір жасағаннан шығатын болады. Өте дәмді, өте керемет болады. Ал енді бірге жасап көрейік. Ең алдымен осылай жаңадан сойылған қойдың етін осылай турап аламыз. Құйрығын барлығын қосып және қазанымызды отымызға қойып, осылай үстінен қызған соң сұйық майымызды құямыз. Және майдың қызғандығын осылай көретін боламыз және барлық етімізді салып қызарғанша қуыратын боламыз. Осылай қақпағын жауып қалдырамыз және осы уақыт аралығына алдын ала дайындап алған осылай қойдың ішек қарнын, тоқ ішегін барлығын осылай үстінен салатын боламыз және жақсылап араластырып, тұзымызды салып, қақпағын жауып, ары қарай қуыратын боламыз. Осы уақыт аралығында көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Осылай жазда қатырылған қызанағымызды, болгар бұрышын, пиязымызды барлығын дайындап аламыз және осылай бауырды жақсылап осылай жұқа етіп турап аламыз. Мінекей осылай бауырымызды турап алдық және осылай қуырылып жатқан етімізді көретін боламыз және осылай көкөністерімізді саламыз. Осылай қуырылып жатқан етіміздің үстіне осылай көкөністеріміздің барлығын салатын боламыз. Пиязымызды, болгар бұрышын, қызанағымызды, тұзын саламыз. Үстіне осылай жұқа етіп турап алған бауырымызды салып, жақсылап араластырып, өз майында қуыратын боламыз. Қақпағын жауып қоямыз. Осы уақыт аралығында картопымызды ашып, осылай жұқа етіп турап аламыз. Үстінен укропымызды саламыз. Дәмін, тұзын көретін боламыз және үстіне осылай капустамызды салып, қатты отта 20-25 минут көлемінде пісіретін боламыз. Мен осылай ошаққа пісірдім. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Біздің бұқтырмамыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Осылай үстіне әсемдік үшін пиязбен укропты септім. Өте керемет болып шықты. Егер менің басқа да рецепттерімді жібермей алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода жүздескенше.